Сәлем баршаңызға. Сіз куркума жайлы білесіз бе? Куркуманың тарихы. Куркуманың отаны Үндістанның оңтүстік шығысында. Бұл өсімдіктің тамыры әйгілі карри дәмдеуіштерінің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Ол тағамға өткір дәм мен ерекше хош иісті ғана емес, сонымен қатар жағымды сары түс береді. Ежелгі уақытта да куркума пісірілген тағамдардың сақтау мерзімін ұзартатыны байқалды. Сондай-ақ зауыт қолғаптарды металды және ағашты алтын түске бояды. Куркуманың барлық артықшылықтарын бағалай отырып, адамдар оны қымбат шафранның арзан алмастырғышы ретінде пайдалана бастады. Зауыттың құрамына кіретін куркумин әлі күнге дейін сары май, маргарин, ірімшік, түрлі тағамдар мен дәрі-дәрмектер өндірісінде қолданылады. Куркума барлық жерде пайда болды. Попкорн мен крекер сияқты күнделікті тағамдарда. Куркума денсаулық үшін нақты не істейді және ол қаншалықты тиімді? Куркуманың пайдасы. Куркума құрамында эфир майлары мен куркумин, яғни сары бояғыш бар. Өсімдіктің құрамында фосфор, темір, йод, кальций, холин, сонымен қатар В1, В2, В5, С және К дәрумендері көп. Куркума организмнен токсиндер мен зиянды заттарды шығарады. Өйткені құрамында бос радикалдарды өлтіретін антиоксиданттар бар. Ғалымдар куркума Альцгеймер ауруымен күресуге көмектеседі деп санайды. Дәмдеуіш денеден артық суды кетіреді. Артрит кезінде ісінуді азайтады. Куркума сонымен қатар рак клеткаларын блоктайды. Куркуманың өткір дәмі вирустар мен зиянды бактериялармен күресуге көмектеседі. Сондықтан дәмдеуіш әртүрлі қабынулар үшін пайдалы. Куркума ас қорыту жүйесін, бүйректі, өт қабын қалыпқа келтіреді және тәбетті жақсартады. Куркума қатерлі ісік және оның негізгі құрамдас бөлігі куркуминнің көмегімен балалы лейкоздың алдын алады. Бауырды детоксикациялауға көмектеседі. Бұл цирроз мен сарғаю қаупін азайтады. Ас қорыту, газ және ісіну сияқты факторларды азайту арқылы салмақ жоғалту үшін май алмасуын белсендіруге көмектеседі. Куркума сығындысы күтілетін етеккір циклінен 2 апта бұрын күніне 2 рет қабылдағанда әйелдерде ай сайынғы етеккірді азайтуға көмектеседі. Гомоцистеин деңгейін реттейді және сәйкесінше холестерин деңгейін бақылайды. Ол сондай-ақ жүрек тамыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Инсулин деңгейін реттейді және осылайша қант диабетін бақылауға шектеулі әсер етеді. Куркуманың зияны және жанама әсерлері. Куркуманың жанама әсерлері жиі көрінбейді, дегенмен келесі жағдайларда куркума жемеңіз немесе оның сығындыларын қабылдау зиянды болуы мүмкін. Қан кету қаупін арттырады. Бұл тамырлы шөп кейбір жағдайларда қанның ұюын бәсеңдететіні анықталды. Бұл қан кетуден зардап шегетін адамдарда көгеру және қан кету қаупін арттыруы мүмкін. Ол сондай-ақ кейбір дәрі-дәрмектермен әрекеттесіп, шамадан тыс қан кетуді тудыруы мүмкін. Егер сізде осындай жағдай болса, немесе оған қарсы қандай да бір дәрі қабылдап жатсаңыз, куркума қабылдауды тоқтатыңыз. Бүйрек тастарының пайда болу қаупі. Аса көп куркума бүйрек тастарының пайда болу қаупін арттыруы мүмкін. Бұл оның құрамындағы оксалатқа байланысты. Оксалаттар кальциймен байланысып, ерімейтін кальций оксалатын түзеді. Ол негізінен бүйрек тастарына жауап береді. Сондықтан, егер сізде бүйрек тастарының пайда болу үрдісі болса, сақтықпен қолданғаныңыз жөн. Куркуманың жүктілік және емізу кезіндегі әсері. Мэриленд университетінің медициналық орталығының мәліметі бойынша, куркума бұл жүкті әйелдер үшін тағамға дәмдеуіш ретінде қолданғанда ғана қауіпсіз. Жүктілік кезінде таблеткадан немесе сығындылардан аулақ болуы керек. Ал бала емізетін әйелдерде сирек зерттелген және оның белсенді қосылыстарының емшек сүтінен өтуі белгісіз. Емшек сүтімен қоректенетін нәрестелерге әсері де анық емес.
Негізінде куркуманың кейбір жанама әсерлері болса да, жалпы денсаулыққа өте пайдалы. Жанама әсерлерді болдырмаудың жалғыз жолы дұрыс дозаны қолдану. Куркуманы қалай таңдауға және сақтауға болады? Ұнтақталған емес, тұтас куркума сатып алыңыз. Сондықтан сіз жалғанға тап болмайсыз. Тамыр тығыз, көрінетін зақымсыз және жұмсақ жақтары болуы керек. Куркуманың иісін көріңіз. Жақсы өнімнің жарқын, өткір иісі бар. Егер хош иіс болмаса, өнім ескірген және оны тағамға қолданбаған дұрыс. Сақтау шарттары. Куркума күнмен дос емес, сондықтан дәмдеуішті қараңғы, құрғақ жерде сақтаңыз. Ауа өткізбейтін қақпағы бар, шыны ыдыс қолайлы. Достар, осымен пайдалы ақпаратым өз мәресіне жетті. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.